Assalomu alaykum, barchanızga qayırlı kun. Bugun biz osындай өте дәмді колбасы дайындайтын боламыз. Бізге дайын фарш немесе 300-400 грамм етті осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Пиязымызды қуырып, алдын ала колбасымыздың сорпасын дайындап аламыз. Пиязымызды қуырамыз, қызанағымызды турап саламыз. Араластырып, жақсылап. Тұзымызды салып, тағы араластырамыз. Суымызды құямыз. Суды өз қалауларыңызша құйсаңыздар болады. Суымызды құйдық, енді бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнағанша біз колбасаларымызды жасаймыз. Тартылған етімізге теркіден өтілген сәбізбен және соқтап тұрылған пиязымызды қосамыз. Бір кесе күріш саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Перецтеріміз дайын болды. Қайнаған суымызға перецтерімізді етті саламыз. Батып кетсе ештеңке етпейді. Жұмыртқа қосудың да керегі жоқ. Колбасаларымыз өз формасын ұстайды. Барлығын салып болып, 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан кейін картоп салатын боламыз. Картопымызды салып, 25 минут қайнатамыз. Біздің колбасымыз 25 минутта піседі. Міне біздің өте дәмді, әрі тез дайындалатын колбасымыз дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақыт алмайтын, тез дайындалатын колбаса. Астарыңыз дәмді болсын.